Есепте тұрған тұлғалар тарапынан жасалатын заң бұзушылықтар анықталды ма? Айыппұл төлемей жалтарып жүрген жүргізушілер тіркелді ме? Жол ережесін бұзғандардың саны қанша? Статистика алдамайды, сандар сөйлесін. Әр дүйсенбі сайын тәртіп сақшыларының атқарылған жұмыстарына назар аударыңыз. Жедел іс-шара кезінде есепте тұрған 100-ден аса тұлға тексерілді. Атырауда профилактикалық және тізімдік есепте тұрған тұлғалар тарапынан жасалатын құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алу, жазаны өтеу орындарынан босатылған, сот әкімшілік қадағалау белгілеген тұлғаларды бақылау мақсатында 10 мен 23 ақпан күндері аралығында есепте тұрған тұлғалар жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Отбасы тұрмыстық қылмыстың алдын алуға және жолын кесуге бағытталған шараларды жүзеге асыру мақсатында номер 1 қалалық полиция бөлімінің учаскелік полиция инспекторлары бір күнде 100-ден аса әкімшілік қадағалауда тұрған есептегі тұлғаларды тексеріп, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасады. Қорғау қауіпті жүргізуші. Төленбеген айыппұлы 500 мың теңгеге жақын автокөлік анықталған. Қорғау қауіпті жүргізуші арқылы айыппұлдары төленбеген шетелдік автокөлік анықталды. Патрульдік полиция қызметкерлері әкімшілік аумақтарында қызмет атқару кезінде Азаттық даңғылы бойында маркасы Toyota автокөлігін тоқтатып, тексеріс жүргізді. Тексеру барысында автокөліктің төленбеген 21 айыппұлды құрайтын 497 мың 92 теңгесі бар екені анықталды. Айыппұлдардың көп бөлігі жылдамдықты асырғаны, көлік құралын тіркеусіз пайдаланғаны және басқа да жол ережелерін бұзуынан орын алған. 23 жастағы қала тұрғынына қатысты іс құжаттар жинақталып, автокөлік арнайы тұраққа қойылды. Сонымен қатар жүргізушіге айыппұлды уақытында төлемеген жағдайда әкімшілік жауапкершілік пен қосымша санкциялар қолданатыны ескертілді. Қауіпсіз жол жедел профилактикалық іс-шарасы барысында 940 құқық бұзушылық анықталды. 18 мен 21 ақпан аралығында Атырау облысы аумағында республикалық қауіпсіз жол жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Мақсаты жол көлік оқиғаларының алдын алу, жүргізушілердің көлік тәртібін арттыру және жол жүрісі қағидаларын бұзудың алдын алу. Профилактикалық 2 күндік қорытындысы бойынша 940 дерек тіркелген. Олардың ішінде Атырау қаласы аумағында 224, қала сыртындағы тасжолдарда 402, Жылыой ауданында 92, Құрманғазыда 27, Махамбетте 69, Исатайда 39, Қызылқоға ауданында 16, Индерде 48, ал Мақат ауданында 30 жол жүру ережесін бұзу деректері анықталды. 2 күнде заңсыз жолаушы тасымалдаумен айналысқан 3 жүргізуші, жолаушылар мен жүктерді тасымалдау талаптарын бұзған 19 жүргізуші, шетелде тіркелген көлікті басқарған 27 жүргізуші, жалған мемлекеттік белгімен жүрген 1 жүргізуші, рұқсатсыз қайта жабдықталған көлікпен жүрген 27 жүргізуші, маневр жасау талаптарын бұзған 62 жүргізуші және жол күтіміне жауапты тұлғаларға қатысты 9 құқық бұзушылық анықталды. Сонымен қатар іс-шара барысында 62 көлік құралы ұсталып, арнайы тұраққа қойылды. Құрметті Атырау облысының тұрғындары, тәртіп сақшылары алдағы уақытта рейдтік жұмыстарын жалғастырады. Тұрғындардың қауіпсіздігі қашанда құзырлы орган қызметкерлерінің назарында.